Ұлы дала көшпенділер өркениетінің бастауында тұрған ерекше мәдениетке төрткүл дүниенің қызығушылығын арттырған жылқы малы болып табылады. Қазақ халқында 7 саны дүниетанымында киелі орын алады. 7 қазына, 7 ата, 7 шелпек секілді наным-сенімдері ұлы дала халқы ежелгі көне дәуірден бастап мән берген. Көшпенділер 7 қазынада алғашқы орында жылқы малын ерекше қастерлеп отырған. Бүгінгі қоғам дамуында тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың 7 қыры» атты мақаласында жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Ал жаһандық ауқымда алсақ, шаруашылық пен әскери саладағы теңдессіз революцияға жол ашты деп, атқа міну адам өмірінің эволюциясының қозғаушы күш екенін атап өтсе, автокөлік қозғалғыштарының қуаты әлі күнге дейін аттың күшімен өлшенеді. Бұл дәстүр жер жүзінде салт аттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге деген құрметтің белгісі деп, жылқыны мотор күшінің эквиваленті екенін ескерді. Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит дәуіріне тиесілі Ботай қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгендігін дәлелдеді. Ат үстінде жүргенде ыңғайлы болу үшін бабаларымыз алғаш рет киімді үстіңгі және астыңғы деп екіге бөлді. Осылайша кәдімгі шалбардың алғашқы нұсқасы пайда болды. Ат үстінде жүрген көшпенділер биік ер-тұрман мен үзеңгіні ойлап тапты. Бүгінгі етіктердің барлық түрі көшпенділер атқа мінгенде киген жұмсақ өкшелі саптама етіктің мұрагерлері екені белгілі. Бабаларымыз шапқан аттың үстінен садақ тартуды барынша жетілдірді. Соған байланысты қарудың құрылымы да өзгеріп, күрделі, ыңғайлы әрі қуатты бола түсті. Масағына қауырсын тағылып, металмен ұшталған жебе берен сауытты тесіп өтетін көбе бұзарға айналды. Қазақстан аумағында өмір сүрген түркі тайпалары ойлап тапқан тағы бір технологиялық жаңалық қылыш. Оның оқтай түзу немесе иілген жүзі ерекше белгісі. Бұл қару ең маңызды әрі кең таралған соғыс құралына айналды. Тәуелсіз еліміздің мемлекеттік елтаңбасында бейнеленген қанатты тұлпар дала дүлдүлі тәуелсіздікке, бостандыққа ұмтылыстың бейнесі екендігін білдіреді.